Тауар айналымы кезінде жеке құжаттарды рәсімдеу енді кәсіпкерлер үшін тиімді болды. 2020 жылдың 16 қарашасынан бастап Қазақстан аумағында жүзеге асқан пилоттық жобаның мақсаты қағаз бастылықты азайтып, электронды жүйе арқылы бір ғана құжат рәсімдеу. Егер кәсіпкерлер тауарларын Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Белоруссия және Армения сынды 5 мемлекеттен тасымалдайтын болса, артық салықсыз бір ғана құжат рәсімдеп, алған тауар бағасынан бөлек 12% қаржысын төлесе болғаны. 2015 жылдан бері Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер шеңберінде кедендік тасымалдау жұмысы бір жүйеге келтірілуде. Енді ағымдағы жылдың 31 желтоқсанынан бастап пилоттық жоба аясында электрондық шот фактура тек виртуалды қойма арқылы шығаруға жататын тауарлар бойынша қолданылады. Еуразиялық одаққа мүше мемлекеттер арасында әзірше акцизделінетін өнімдерді тасымалдау жоспарлануда. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 2020 жылғы 16 қарашадағы номері 11-04 бұйрығына сәйкес тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттар рәсімдеу бойынша пилоттық жоба Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылады. Сонымен қатар 2020 жылғы 31 желтоқсаннан бастап электрондық шот фактуралар виртуалды қойма арқылы шығаруға жататын тауарлар бойынша, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер шеңберіндегі импорттық экспорттық операциялар барысындағы акцизделетін өнімдерге қолданылады. Ал дүниежүзілік сауда ұйымы тізбесіндегі тауарларға 2021 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданылады.